Қайырлы күн, құрметті көрермендерім. Сіздермен Жазира. Бүгін өте қарапайым, дәмді печенье жасайтын боламыз. Ең алдымен 2 жұмыртқаны шекерге қосып, жақсылап араластырып аламыз. Шым-шым тұзды қосамыз және 50 грамм сұйық май қосамыз. Достар, бұл печеньеге керекті заттардың мөлшерін описание бөліміне жазып қалдырамын. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Және қаймақты қостым. Печенье біздің балаларға өте қатты ұнады. Дүкендегі печеньелерден әлде қайда дәмдірек. Сол үшін жасап көріңіздер, балаларыңызды қуантыңыздар. Ең соңында ұн мен разрыхительді салып, жұмсақ жабысқақ қамыр илейміз. Достар, видео ұнаса, пайдалы болса, каналға жазылып, лайк, комментарий қалдыруларыңызды күтемін. Мені дамуыма үлес қосуларыңызды сұраймын. Қамыр осындай жұмсақ болады, ол өзі сондай болу керек. Енді қамырға форма береміз печеньеге. Ол үшін қолды кішкене майлап аламыз да, кез келген форманы беруге болады. Мен жай қарапайым домалақ қылып форма беріп, қант ұнтағына аунатып алдым. Сөйтіп духовкаға салып 10-15 минутта пісіріп аламыз. Өте дәмді, арасы да көтеріліп, әдемі болып печенье пісті. Дәмі де өте керемет. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Сау болыңыздар.